Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін біз футбол әлемінде болып жатқан соңғы әрі қызықты жаңалықтарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер бізді қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біз сіздер үшін тұрақты түрде футбол жаңалықтарын дайындап, сапалы әрі қызықты түрде жеткізетін боламыз. Ендеше назарларыңызға бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Манчестер Сити аңызымен қош айтысады. Нико Уильямс ат басын Англияға бұруы мүмкін. Осимхен топ 5 лигаға оралады ма? Осы және де тағы басқа қызықты жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Ендеше біз бастаймыз. Кевин Де Брюйне Манчестер Ситиден кететінін мәлімдеді. Бельгиялық танымал футболшы Кевин Де Брюйне маусым аяқталған соң Манчестер Сити клубымен қош айтысады. Бұл туралы Кевин әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Кез келген оқиғаның аяғы бар, бірақ бұл ең үздік тарау екені рас, деп жазды футболшы. Бұған дейін аяқ доп шеберінің маусым соңында кететіні туралы айтылып жүрді. Себебі жазда бельгиялықтың қалалықтармен келісімшарт аяқталады. Осы орайда ақш, Сауд Арабиясы клубтарынан қызығушылық Кевинге өте жоғары. Айта кетейік, Кевин Де Брюйне Манчестер Сити сапында 2015 жылдан бері өнер көрсетеді. Осы аралықта ол Пеп Гвардиола командасының шабуылдағы нағыз көшбасшысына айнала білді. Ол клубпен бірге АПЛ чемпиондығынан бастап Чемпиондар лигасының кубогына дейін жеңіп алды. Душан Влаховичке АПЛ клубтары қызығушылық танытуда. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, Душан Влаховичке Англия премьер лигасына бірнеше ірі клубы қызығушылық танытуда. Олардың қатарында Арсенал, Ньюкасл, Челси һәм Манчестер Юнайтед бар. Ювентус ойыншыны 40-45 миллион евро шамасында сатуды жоспарлап отыр. Еске сала кетейік, 25 жастағы сербиялық шабуылшы 2022 жылы Фиорентинадан 84 миллион евроға Ювентусқа ауысып келген болатын. Содан бері ол 136 матчта 55 гол соғып, 12 нәтижелі пастың авторы атанды. Арсенал Нико Уильямсты өз қатарына қосуды жоспарлап отыр. Зеңбірекшілер Испания чемпионатында жарқырап жүрген жас жұлдыз Нико Уильямсқа қызығушылық танытуда. Клуб өкілдері қазірдің өзінде футболшының агентімен кездесіп, алғашқы келіссөздер жүргізген. Дегенмен әзірге нақты шешім қабылданып, келісім жасалған жоқ. Нико Уильямстың келісімшартындағы өтемақы сомасы 60 миллион евро. Яғни кез келген команда Никоны қатарына қосқысы келсе, Атлетик Билбаоға 60 миллион евро төлеуге міндетті. Айта кетейік, 22 жастағы Уильямс қазіргі таңда Билбаоның Атлетик клубының негізгі ойыншыларының бірі саналады. Ол өзінің жылдамдығы, дриблингі және шабуылда шешуші сәттерде жасайтын әрекеттермен көптің көңілінен шығып жүр. Өткен маусымда дәл осы ойыншыны каталондық Барселонада сатып алуға тырысқан болатын. Алайда сол кезде келісім жүзеге аспай қалған еді. Бұл трансфер терезесінде Арсеналдың қаншалықты нақты қадамға баратыны алдағы апталарда белгілі болады. Уильямс болса Европаның үздік клубтарының назарын өзіне аударғаны талант. Бұл трансфер Арсеналдың қаншалықты нақты қадамға баратыны алдағы апталарда белгілі болады. Уильямс болса Европаның үздік клубтарының назарын өзіне аударған талантты ойыншылардың бірі ретінде танылып үлгерді. Куртуада Лунинде жоқ. Реал қақпасында жаңа есім. Реал Мадрид ертең 5 сәуір күні өтетін Валенсияға қарсы матчта күтпеген қақпашымен алаңға шығады. Команданың негізгі қақпашылары Андрей Лунин мен Тибо Куртуа жарақатына байланысты ойыннан тыс қалды. Лунин жарақатына байланысты кем дегенде 1 ай бойы алаңға оралмайды, ал Куртуа әлі де толық жазылып үлгерген жоқ. Тіпті алдағы Арсеналға қарсы Чемпиондар лигасының маңызды ойынына да қатыспауы мүмкін.
Осыған байланысты Реалдың қақпасын Фран Гонзалес қорғайды. Ол команданың 3-ші қақпашысы және ертеңгі ресми матчына шығатын болады. Жас қақпашыға сәттілік тілейміз, ал Реал жанкүйерлері үшін бұл нағыз сынақ сәті болмақ. Виктор Осимхен Манчестер Юнайтедке ауысуы мүмкін. Трансферлік бомба дайындалуда. Еуропадағы ең талантты шабуылшылардың бірі Виктор Осимхен алдағы жазда Манчестер Юнайтедтің ойыншысы атануы мүмкін. Sky Sports, The Athletic секілді сенімді дереккөздердің хабарлауынша, Қызыл сойқандар жазғы трансферлік кезеңде нигериялық форвардты өз сапына қосуды басты мақсаттың бірі ретінде белгілеген. Осы маусымда Осимхен Суперлигада барлығы 39 ойынға қатысып 27 гол соғып, 5 нәтижелі пас берген. Манчестер Юнайтед үшін бұл трансфер үлкен маңызға ие. Қазіргі таңда шабуыл шебінде тұрақты нәтиже көрсетіп жатқан ойыншылар аз, сондықтан клуб басшылығы гол соғатын сенімді орталық шабуылшыға мұқтаж. Футболшының өтемақы құны төмен, шамамен 70 миллион евроны құрайды. Бұл соманы Қызыл сойқандар төлеуге дайын екені айтылып жүр. Қаржылық фейр-плей тараптарына сәйкес келіссөздер мұқият жүргізілуде. Өз кезегінде нигериялық футболшы өзі де APL-да ойнауды қызығушылық танытқан, бірнеше рет ашып айтқан. клубтарында ойнауға қызығушылық танытқанын бірнеше рет ашық айтқан. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Видеоны аса лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.